Республикам бақытым қуат берер жаныма, 25 қазандың мінген мейрам тағына. Республика күні бұл қазағыма бақ берген, еліміздің бағына, шаттығына тап келген. Қайырлы күн Көкшетау қаласының құрметті тұрғындары, Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары, ұлы күніміздің республика күніне арналған ұлы дала ақындарымыз, дала домбырашылар флешмобында көргенімізге қуаныштымыз. Бұл мерекенің маңызы зор. Өйткені Қазақстан Республикасының мемлекеттік егемендігі туралы декларация еліміздің болашақ тәуелсіздігінің іргетасы болып саналады. 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана. Эта дата знаменательна, ведь именно с 25 октября ведется отсчет становления и развития нашего государства, когда у страны появилась Декларация независимости, где отражены главные человеческие и политические принципы. Азаттыққа қол жеткізген Қазақстан бүгінгі күні қарқынды дамуда. Қазақстан тәуелсіз, ұлы мемлекет. Ол елдің ұлттары мен ұлыстары бір шаңырақ астындағы үлкен отбасы. Біздің күшіміз бірлікте, берекеміздің сыры мен құпиясы ынтымақта. Ұлы отанымыз, өскелең ұрпақ және тарихымыз үшін жасалып жатқан әрбір ісімізге бұл мереке әрдайым күш қайрат және сенімділік сыйласын. Әрқайсымызды еліміздің ең басты мерекелерінің бірі Қазақстан Республикасы күнімен құттықтаймыз. Құрметті қонақтар, осынау бір төл мереке қарсаңында біздің мектеп оқушылары сіздерді құттықтай отыра күйден шашу ұсынады. Халық күйлері ұрпақтан ұрпаққа жеткізген, шығарған күйшілердің аты жөні ұмыт болуынан халық күйі деп аталған. Ел ішінде 10 саусағы майысқан шебер домбырашылар көп болған. Олар өздерінің орындаушылық өнері мен тыңдаушылар құрметіне бөленіп отырған. Қазақтың халық күйлері орындаушылық әдіс-амалдарға өте бай. Күйшілер домбыраға құдірет бітіріп, неше түрлі дыбыс шығара білген. Халық күйлері халықтың тұрмыс салт көріністерін, адамның тағдырын, жалпы өмірдегі болмысты суреттеп баяндайтын күй. Тепеңгөк халық күйі. Екшектің бірін қатты, бірін сәлпәл кем бұра. Нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Домбыра тілегіңді қуақтасаң, үніңе үстіне бір құлақ тосам, тарихтың тереңінен сыр ақтарсын, бойдағы қуатыма қуат қосам. Құрманғазы Балбырауын күйі.
Қазақтың ардақты күйші композиторы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, Ерке Сылқым күйінің авторы Әбдімомын Желгібаев 1934 жылы Жамбыл облысында Шу ауданында туған. Қазақ аруының сұлулығын, кербез қылығын бір сөзбен айтқанда тұтас бекзат болмысын қос шектің күмбіріне сыйдырған Ерке Сылқым күйі 50 жылдан бері қазақтың күйімен тербеліп келеді. Қазақ күй өнерінде айрықша биікке көтерілген Ерке Сылқым күйі тыңдарманның құлақ құрышын қандырып тылсым әлемге тартқан туынды. Жалындаған ой мен сырлы сезімнің жауһар жемісі Ерке Сылқым туралы халық жазушысы Шерхан Мұртаза Әбдімомынның Ерке Сылқым қазақ өнерінің алтын қорында мәңгі сақталатын қанатты туынды деп жоғары баға берген. Мұндай болса, Әбдімомын Желгібаевтың Ерке Сылқым күйі.
Қолға алсам домбыраны, шеркел өмір дастаным, арман шыңға қондырады, нұрға бөліп тасқаным. Ата мұра домбыра, қырандай сырың бар, құмарыңды қандырар, балапандай жырыңнан. Тұран ансамблінің күйі Ер Тұран. Төгіл тәтті күй, тау суындай сылдыра, жерпін жел соқтыр. Тауда тұман тұрмасын, көкте бұлт одыра. Тыңдамаған қоймасын, ойды қырды қыдыра. Құлшына тар домбыра.
кийлері көп көңіл ашар, саржайлау Сарыарқаға кеп ұласар. Күй қылып күллі әлемді құшаққа алған қазақтың болмаған ғой тегін ашар. Ноғай күйі домбыра. Алдымызда мемлекетіміздің тарихына енетін көптеген ұлы істер күтіп тұр.
Республика күні баршаңызға құтты болсын. Мемлекетіміздің өсіп-өніп, шыңға жетіп өркендеуіне біздің де қосар үлесіміз көп болсын. Бүгінгі бейбітті шуақты күндерді бағалай отырып, жаңа биіктерге ұмтылу зияткерлер бағыты. Мерейлі мереке құтты болсын. Қош, сау болыңыздар.